контроллерді жарықтық бойынша қалай настройка жасау керек екенін түсіндірейін. Бізде мына жерде кішігірім стенд жиналған. Мына жерде астында светодиодный ленталар. Бір светодиодный лента, бір баспалдақ деп есептеңіздер. Ол ленталар мына контроллерға қосылған, 18 лента. Контроллерға блок питания қуатын беріп тұр. Және екі датчик движения контроллерға қосылған. Мына әр датчик движениеда тек қана движениедан басқа жарықтықты оқитын датчик освещенности бар. Сол жарықтықты оқыған кезде датчик контроллерға сигнал жібереді. То есть әр датчик жібереді. Екеуі бөлек-бөлек, независимо, постоянно жіберіп отырады контроллерға сигналын. Сонда контроллер уже шешім қабылдайды. Мына жерде жаңа дежурный огонь дейді, бірінші және соңғы ступендер. Соны қоса ма, қоспай ма, сол сигналдарға байланысты өзі шешіп отырады. Мысалы қазір датчиктер тек қана түнде сигнал жібереді деп настройкаленген. То есть екі датчик бөлек-бөлек сигналын жіберіп тұрады, жаңа айтқандай. Мысалы мен қазір мына бір датчикті бастым, қараңғылаттым, түн болды. Ол қазір сигналын жібереді да, бір 10 секундтан кейін. Мына жерде дежурный огонь қосылады, міне қосылды. Мына жерде экранда ready деген надпись пайда болады. Мына уже датчик движения мен қолымды көріп қойды уже. Қосып жіберді. Дисплейда ready деген надпись пайда болды. Демек ол дайын деген сөз. Мына дайын деп тұрған кезде мына жерден движение болса, немесе ана жерден, немесе мына жерден система қосылады. Енді мен қайтадан қолымды алып тастасам, 10 секундтан кейін, қазір подсветка өшкеннен кейін 10 секундтан кейін мыналар өшіп қалады. Өйткені мына жер қайтадан жарық болды. Мына датчик сөйтіп настройкаленген. Ол датчиктерді қалай настройка жасау керек екенін бөлек видео болады. Мына контрольде екі датчик, екі ненде освещенность бар, жарықтық бар, сол сигналдар келіп отыр. Демек, екі датчиктің біреуісінде қараңғы болса, сонда уже дежурный огонь дегендер қосылады. Мысалы, мынау подвалда тұр десеңіз, или мынау подвалда тұр, мынау бірінші этажда тұр деп. Екі датчиктің біреусі, мысалы, подвалда қараңғы болды, все, 10 секундтан кейін примерно мына дежурка қосылады. Ал қай сәтте дежурный огоньдар өшеді? Екі датчиктің екеуінде де күндіз деген жаңа жарық болып тұрса, қатты, сол кезде қана өшеді. Мына екі дежурный огонь. Ал екі датчиктің біреусі ғана қараңғы деп тұрса, онда дежурка қосылады. Мысалы, мына датчикпен тексерейік. Қазір өшсін. Қазір өшеді 10 секундтан кейін. Біз ана датчикті қараңғылатып көрейік. Қараңғылаттық. Тағы да бір мүмкіндік бар. Мына датчик движениені настройка жасамау үшін, немесе ол клиентке керек болмаса, сіз мына жерде менюға кіріп, сразу мына жерден настройка жасасаңыз болады. Сол кезде мына екі жарықтық датчигін ол мүлдем оқымайтын болады, оған мән бермейді. Онда мына дежурка постоянно қосылып тұратын болады, 24 сағат. И адам өткен сайын қосыла беретін болады подсветка. Өйтіп настройка деген кезде мына жерде мына ready деген жазу жақшаның ішінде пайда болады. Қазір соған кірейік, көрсетейін қалай істейтінін. Көзім менюға кірейін деп жатсам, мына жерде reset деген жазу шығып жатыр. Ол не алып шығады? Өйткені біз мына контроллерді тоққа қосқаннан кейін, блок питания қосқаннан кейін 5 минуттың ішінде ғана менюға кіре аламыз. Ол сондай арнайы защита. Мындай жазу шықса, сіз контроллердің блок питаниядан өшіріп, қайтадан қосу керек болады. Перезапускать ету керек. Перезапускать еттік. Енді менюға кіре аламыз. Enter деген жазу шықты міне. Менюға кіреміз да, мына үстіңгі кнопканы басып, ең соңғы менюна барамыз. Мына always ready деген off деп тұр, демек сол жаңағы настройка өшіп тұр. Мен оны on деп қоссам, және де менюдан шықсам,
контроллер перезагрузиться етеді. Одан кейін мына жерде ready деген жазу жақшаның ішінде болады. Демек, мына жердегі екі жарықтық датчигін ол уже оған мән бермейді. Ол постоянно қосып тұрады. Мына жерде қараңғы болсын, жарық болсын, оған уже без разницы. Егер де клиентке, жаңа объектте, үй иесіне ондай настройка жасаудың қажет болмаса, жаңа освещенности, өстіп қосып кеткендеріңіз дұрыс болады. Ал мына датчиктердің жарықтық деңгейін қалай орнату керек екенін, яғни мына жаңа түн мен күндіздің қандай жарықтықта переключаться ететінін, осы датчиктерді қалай настройкалау керек екенін, сол туралы бөлек видео болады. Оны обязательно қараңыздар. Сол видеоны қарап настройка жасайсыздар мына датчиктерді. Сол кезде система толық жұмыс істейтін болады.